Бәріне сәлем, сіздермен саяхаттаймыз арнасы. Бүгін мен сіздерге Лабрия атты сериалдың алғашқы бөлімін қысқаша айтып беретін боламын. Онда Лос-Анджелестің орталығында басқа әлемге апаратын үлкен шұңқыр пайда болды. Ал сіздер арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны дірілдете кетіңіздер. Және лайк басуды да ұмытпаңыздар. Лос-Анджелес, парк, Лабрия. Ив Харрисон кәмелетке толмаған балаларымен көлікте келе жатса, олар бір-бірімен ұрысып қалады. Бірақ олар қарапайым отбасы секілді ұрсысады. Кенеттен асфальттан жырықтар пайда бола бастады. Содан кейін ол ыдырай бастайды. Оның үстінде тұрғандардың бәрі астына қарай құлай бастайды. Ив балаларды алып кетуге тырысады, бірақ алысқа бармайды. Және олар жаяу қашуды ұйғарады. Джош кішкентай қызды байқап қалады. Және оған көмектесемін деп өз уақытын жоғалтады. Сосын артта қалып қояды. Ив артқа қайтып баласын құтқармақ болады, бірақ енді бәрі кеш. Нәтижесінде өзінің де құлауына сәл қалды. Изи анасын құтқармақшы. Алайда анасы қызын құтқару үшін өзін құрбан қылды және қолын жібереді. Изидің бір аяғы болмаса да, ол үлкен үңгірден қашып құтылады. Ал бұл отбасының әкелері бұрын ұшқыш болған, ал қазір жұмыс іздеуде. Оған Изи қоңырау шалады да, және ол қызына барады. Шұңқырдың айналасына көптеген құтқарушылар мен арнайы техникалар жиналды. Гевин қызын тауып алып, оны тыныш салдырады. Осы кезде шұңқырдан біртүрлі алып құстар ұшып шығады. Ив тірі болып шықты. Ол белгісіз далада оянады. Және аспаннан жасыл жарқырауды көреді. Ізі бар тастың қасында Ив неке жүзігін жоғалтып алды және іздеуді шешеді. Белгісіз және өте әдемі жерлерде ұзақ жүріп, ол ер адам табады. Оның есімі Тай екен. Ол да қыз сияқты олардың қайда екенін білмейді. Олар айқайды естіп, дауыс шыққан жаққа қарай жүгіреді. Ол көптеген адамдарды, көліктер мен әртүрлі қоқыстар жинайтын алаңды табады. Және ең бастысы Джош тірі. Барлық адамдар бір ғана нәрсені біледі. Олар шұңқырдың түбіндегі жасыл жарықтан өтті. Сэм есімді адам дереу істі өз қолына алып, барлық машинадан тамақ пен суды іздеуді ұйымдастырады. Демекші Скотт қана олардың қандай да бір порталдан өткеніне сенеді. Ол командир Сэмнің қызымен танысады. Райли, ол әкесінің хирург және бұрынғы теңіз флотының қызметкері болғанын айтады. Джордж тәтті бәліштер үшін төбелесуге дайын. Бірақ ол жабайы полиция болып шығады және бәрін өзіне алады. Райли мен Скотт көліктердің бірінен тыйым салынған заттың партиясын табады. Бірақ олар оны жатқан жерде қалдыруды ұйғарады. Джордж анасы екеуі өлген адамды тауып алды. Содан кейін қанның иісіне келген қасқыр барлық адамдарды қорқытады және қызын қорғамақ болған кісіні жеп қояды. Ал екіншісі Джорджға шабуыл жасап, оны жаралайды. Бірақ Тай уақытында құтқарып үлгерді. Джош ауыр жарақат алды. Осы уақытта ғалымдар бұл шұңқырға түскеннен кейін ешкім тірі қалмайтынын айтып жатыр. Ал шұңқырдың неден шыққаны белгісіз. Гевин мен Изи олардың сөзін тыңдап отыр. Және осы сәтте Гевин біртүрлі көріністі көреді. Оның жанында Ив сақинасын жоғалтқан дәл сол тас болды. Және Джоштың өзі де бар. Көргенін қызына түсіндіруге тырысады. Бұл құстар бұрын оның түсінде болған. Ол шұңқырға құлағандар аман қалады деп ойлайды. Гевин қызының адамдардың алдына шығып сөйлеуін күтіп отыр. Және ол құлаған адамдардың тірі екенін айтады. Бірақ ол мұны қайдан білетінін түсіндіре алмайды. Әрине оған ешкім сенбейді. Бірақ олар аңдуды ұйғарады. Джош қатты жараланған. Сэм дәрігер ретінде антибиотиктер табылмаса, оның өлетінін айтады. Және олар Сивпен бірге шұңқырға түсіп кеткен болуы мүмкін. Жедел жәрдем машинасын іздеуге шешім қабылдайды. Сэм докторантураны тастап кеткен қызын Джошқа қарап, қамқор болу үшін қалдырып кетеді. Орманды аралап біраз жүргеннен кейін олар Тайды табады. Ал ол миын жарып өлмекші болған екен. Олар мұны жасамауға көндірді және өз мәселесін айтты. Тай жедел жәрдемді көргенін айтып, оларға жол көрсетеді. Жолда Ив Тайға қызын мектепке апара алмағанына байланысты оның авариядан соң аяғынан айырылғанын айтады. Тай сенің ешқандай кінәң жоқ деп сендіруге тырысады. Кешке Джоштың жағдайы нашарлайды және ол жаурай бастайды. Райли оның үшін жауып, оны жылы ұстау үшін үстіне жатады. Гевин өзінің көріністерінен кейін тыныштала алмайды және ізі бар тас орналасқан жерге барады. Іздеу барысында ол жерден әйелінің жүзігі табады. Осыдан кейін қызы мен оның тәтесі Гевинге сене бастайды. Нағли әйел зымыран тасығышты тауып алады және ол белгі беруге тырысады. Бірақ оны жануардың терісін жамылған бір адам байқайды. Бұл арада ғалымдар шұңқырдан ұшып шыққан құстарды зерттейді және бұл құстардың бірнеше мың жыл бұрын жойылып кеткенін білді. Ив және командасы жедел жәрдем көлігін тапты. Оның ішінде қажеттінің бәрі бар. Бірақ олардың қуаныштары орманнан қылыш тісті жолбарыс шыққанда аяқталды. Және осы жерде эпизод аяқталады. Келесі бөлімнің шыққанын қаласаңыздар, осы видеоға көптеген лайк жинап тастаңыздар.
Және бұл сериалды толық көруді қалайсыздар ма? Комментарияға ойларыңызды жаза кетіңіздер.